Достар, бүгін тефтели жасайтын боламыз. Ол үшін бізге фарш керек, күріш, жуа керек болады және қара бұрыш пен тұз керек. Алдымен жуаны уақтап турап алып, фаршке саламыз. Жуаны қалай ыңғайлы өздеріңізге солай турасаңыздар болады. Бұл тефтелилерді полуфабрикат ретінде мұзға қатырып, керек кезде алып пайдалануларыңызға болады. Жуамызды турап болғаннан кейін мен бұл жерде 50 грамм күрішті алдын ала тазалап жуып алдым. Соны саламыз, тұз бұрышымызды саламыз және жақсылап тұрып араластырып аламыз. Үстіне жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Дайын болған массамызды мясорубкадан өткізіп аламыз. Неке бәрін өткізіп алдық. Енді формасын келтіріп 50-60 граммнан бөліп дөңгелектеп формасын келтіреміз. Осылай формасын барлығын келтіріп аламыз. Егер тефтелиді дәл сол уақытта пісірмейтін болсаңыз, как полуфабрикат ретінде тоңазытқышта морозилкада сақтауға болады. Ол үшін осындай арнайы ыдысқа салып, арасын ашып саламыз. Мен бұл жерде тефтелиді морозилкада сақтайын дедім. Ол үшін осылай бәрін қойып алып, бетін салфанмен немесе пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа жібереміз. Ал бұл мұздан шыққан тефтели еріген, ешқандай формасын жоғалтпайды. Достар, назарларыңызға көп рахмет. Мені қолдауды ұмытпаңыздар. Рахмет.